өте көп сұранысқа ие болған, неше жылдан бері хит болып келе жатқан Вуви-пай тортының рецептін сіздермен бөлістім. Қабыл алыңыздар, міндетті түрде парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарияға өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Онда бастадық. Осындай керемет әдемі оформлениямен сіздермен торттың рецептін бөлістім. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздерге керекті рецепттегі қажет заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Бізге алдымен тортымыздың ішіне салынатын сармай мен шоколадымызды ерітіп аламыз. Бізге бұл жерде микроволновка немесе водяной банямен газде осылай жаңағы кішкене ерітіп алуларыңыз керек. Өзінің ыстығымен сармайыңыз еріген кезде жаңағы шоколадыңызды осылай ерітіп аласыздар, араластырып отырып. Микроволновкаға жарты минут немесе 1 минутқа 2 рет айналдырсаңыздар, өзі осылай ериді. Енді бізде бұл жерде торт жасайтын кезде естеріңізде болсын, ең керекті мәлімет, ішіне салынатын заттарыңыздың барлығы бөлме температурасында болу керек. Тек қана коржға, кремге емес, кремге міндетті түрде 1 тонн холодильникте тұрған сливки творожный сыр қолданамыз. Оны алдыңғы уақытта айтып өтем сіздерге. Қантымыз бен жұмыртқамызды осылай 2-3 есе көбіргенше осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Жаңағы ертіп алған шоколадымыз бен сармайымызды араластырамыз, ішіне салып, оны да қазір жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Менде бұл жерде арзандау шоколад қолдандым. Сіздер Қазақстан шоколад қоссаңыздар да болады. Бұл өздеріңіздің қалауыңызға қарай. Бізде осындай қап-қара түс болу керек. Торт Вуви-пай деген негізі өзі осындай шоколадный болады. Ішіне де шоколад саламыз, сыртына да шоколад саламыз. Енді құрғақ заттарымыз бізде какао, разрыхлитель және де ұнымызды бөлек ыдысқа салып, барлығын біркелкі етіп осылай араластырып аламыз. Жаңағы миксерлейміз қазір бұны да, бірақ барлығын бірдесінен салмайсыздар. Ұнды массамызды 2-3 бөлікке бөліп отырып, осылай бір саламыз, араластырып аламыз, миксерлейміз, қайтадан салып, осылай миксерлеп жақсылап, ішінде комочка болып қалмасын, бір келкі болып миксерлеп алуымыз қажет. Міндетті түрде ұмытпаңыздар. Үлкен миксермен жасасаңыздар да болады. Мен осылай ручной миксермен жасадым, ыңғайлы болсын деп. Барлық жеріні бір тегіс етіп миксерлеп аламыз. Бізде ішіндегі коржымыздың массасы осылай болу керек, құйықтығы. Осындай әдемі шоколадный түспен болады. Енді осы дайындап алған массамызды 4 ыдысқа бірдей етіп бөліп аламыз. Біреуіні кішкене аздау салсаңыздар болады. Неге десеңіздер, бізде ең бетіне қойылатын коржымызға кішкене размерін кішілеу етіп пісіреміз. Енді бізге осындай кальцо керек болады, және де ручка қаламмен осылай пергамент қағазға размерін түсіріп аласыздар. Мен бұл жерде 24 размермен істеп жатырмын. 3 коржымызды 24 размермен пісіріп аламыз. Ең төбесіндегі 4-ші коржымызды 22 диаметр етіп размерін сызып пісіріп аламыз. Қазірге алдағы уақытта барлығын түсіндіріп өтетін болам. Не үшін екен? Енді жаңағы бөліп алған бір тестамызды алып, жақсылап бір тегіс етіп, жаңағы сызығымызға қарай әдемлеп, тегістеп жағып аласыздар. Қасықтың көмегімен немесе осылай шпательдің көмегімен жақсылап тегіс етіп жағыңыздар. Қазір пісіп кезде бұл бізде ісінеді. Барлығы бірдей көтеріліп әдем болып шығу үшін бір тегіс етіп жағыңыздар. 180 градуста 9-10 минутта пісіп шығады. Тағы өздеріңіздің пештеріңіз қалай қызиды, соған байланысты қарап отырыңыздар. Қалғандарды алдын ала жағып дайындап қоямыз. Тез піседі. Қайта-қайта салып барлығын бірдей пісіріп аласыздар. Оп-оңай жасалу жолы. Барлығын осылай теп-тегіс етіп, размерлеріңізге қарай сызып аласыздар. Бізде бұл жерде торттың көлемі 24 размермен жасап жатырмыз дедім. Міне қараңыздар, қандай әдемі болып көтеріліп пісіп шыққан. Пештеріңіздің пісуіне қараңыздар. Қатты суымаста бұрын ыстық кезінде осылай жаңағы кальцомызбен размерімізді кесіп аламыз. Бізде кішкене жайылып піседі. Пісіп атқан кезінде 24 размермен жаңағы корждарымызды бірдей етіп кесіп аламыз. Әбден суыған соң осылай пергамент қағаздан ажыратып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай асты жабыспайды, алыну жолы өте оңай. Енді кремімізді жасаймыз. Бізде сливки мен творожный сырымыз холодильникте 8-10 сағат бойы тұрған болу керек. 200 грамм сахарный пудрамен творожный сырымызды салып, екеуіні бірінші біркелкі етіп миксерлеп аламыз. Миксер менде осындай үлкен планетарный миксер.
бір алып қойсаңыздар, неше жылдан бері маған осы торт пирог пісіріп жатқан кезде өте ыңғайлы, тез дайын болады. Кремдеріңіз 2-3 минут сайын уже дайын болып қалады. Бір миксерлеген кезде, егер ручной миксермен жасайтын болсаңыздар, кемі 10-15 минут миксерлеулеріңіз керек. Ол бізде уже өте көп уақытты алады. Салқын сливкемізді құйып, енді басында кішкене жақсылап араласқанға дейін жай миксерлейміз, сосын барып уже тездетіп жақсылап бір келкі қою. Осындай қазір көресіздер, бізде креміміздің бетінде ізі түсіп тұру керек. Осылай болып қараңыздар, біздің уже почти креміміз дайын болды. Сіздерге көрсетемін қазір. Бізде осындай қою, қоймалжың болу керек креміміз. Бүйтіп миксеріңізді көтерген кезде ішінен оңайлықпен түспейтіндей болу керек. Біздің креміміз дайын, көрдіңіздер. Енді бізге осындай насадка керек болады. 807 номер деген арнайы вупипай тортының насадкасы және де кондитерский мешок керек болады. Осында енді кремді қалай түп-түзу доп-домалақ шығаруды көріп тұрғандарыңыздар, сіздерге қазір айтып өтемін. Алыстан ауаға қарай кремді шығарамыз, сығып, сол кезде бізде доп-домалақ шарик болып шығады. Басында кішкене үйренгенше орта жағына бүйтіп жасап көрсеңіздер болады. Сосын қолдарыңыз уже 2-3 рет тот істеген соң әдемі үйреніп кетесіздер. Көріп тұрғандарыңыздай алыстан төбеге қарап ауаға қарай бүйтіп сығасыздар, сол кезде доп-домалақ әдемі болып шығады. Ертең заказға істесеңіздер де, өздеріңізге істеген кезде де әдемі болып, осындай керемет болып шығады. Кремдеріңіз осылай қою болу үшін жаңағы айтқандай 8-10 сағат бойы холодильникте мұздай масса болып тұру керек бізде. Жаңағы творожный сыр бізде механ творожный сыры, сливкеде өте мұздай болу керек. Осылай кремдеріңізді төртеуіне жететіндей қылып істеп алуларыңыз керек. Жоқ, 3 коржыға жететіндей қылып істеп аласыздар. Көз мөлшерлеріңізге қарай, немесе бөліп алсаңыздар да болады алдын ала. Осылай барлығына жасап шығамыз. Ең кішкентай коржымызды ең бетіне қоямыз. Бетіне шоколад ағызған кезде жаңағы шетінде шығып тұрған кремдеріміздің үстіне өте әдемі болып құйылады. Енді кондитерский магазиндерде бізде осындай топперлер болады. 600 теңге, 700 теңге, 800 теңге аралығында болады. Бір пакетикте осындай бір тортқа арналған әдемі сөздер жазылған осындай топперлер алдым. Тортымыздың бетіне ганаш жасаймыз. Енді торттың бетіне ганашты жаңағы арзан-құрзан шоколадтан пайдаланбаңыздар. Ертең заказға жасаған кезде де түрінен көрініп қалады, сапасыз шоколадпен қолданғандарыңыз. Сондықтан бетіне натуралин шоколадпен жасаңыздар, немесе Қазақстан шоколадпен жасаңыздар. Менде бұл жерде үйде бар шоколад, колебот шоколадпен жасадым. Өте дәмді, керемет болып шығады. Егер заказға жасайтын болсаңыздар, кішкене қымбатқа түседі. Сондықтан Қазақстан шоколад немесе молочный қара шоколад қолданыңыздар. Жаңағы глазур шоколад қолданбаңыздар. Енді жаңағы кремімізді қараңыздар, әрбір шариктің шет жағасынан осылай құясыздар, өте керемет болып шығады. Жақсылап ерітіп аламыз. Жаңағы шоколадымызды, сармайымызды, сливкемізді құйып, сіздерге бұны описанияға барлығын жазып өтетін боламын. Бетіне қасықпен немесе осылай шпательмен тегістеп аласыздар. Енді бетін сәндейміз. Негізі шоколадты бетінде 1 сағаттай тортымызды холодильникке салып, кішкене қату керек еді. Бізде асығыс болғандықтан мен қатырмастан бұрын сала салдым. Бетіне өздеріңіздің қалауыңызға қарай клубника, малина, апельсин, кивимен бетін сәндесеңіздер болады. Менде бұл жерде клубника мен орео печеньесін алып сәндедім. Әртүрлі керемет печеньелермен жасасаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Немесе тек қана фруктімен терсеңіздер де болады. Енді мен кеше 7 мамырға өзімнің жігітіме арнап жасаған тортым. Ең керемет әке, сүйікті жар, ең қамқоршы, біздің мақтанышымыз деген осындай керемет сөздер жазылған топпер болды менде. Сол кісіге арнағандықтан жазулар осындай әдемі топперді алдым. Үйдегілер де өзімізде жаңа жолдасында өте әдемі деп қуанып қалды. Бетіне осындай сары кондуриммен әдемлеп осылай сәндеп жібердім. Осымен біздің тортымыз дайын. 2-3 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Жақсылап крем сіңгеннен кейін алып жіберсеңіздер болады. Заказға да жасап үйде отырған аналар, қыз келіншектер сіздерге
өте үлкен мүмкіндік, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздар, кесіп көрсетемін сіздерге, өте жұмсақ әрі дәмді болған. Қараңыздар, жиілген кезде де өте көрініп тұр. Менің эмоциямнан көрсеңіздер болады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Пайдаларыңызға жараса, парақшама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Ас болсын баршаңызға. Комментарияда өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Рахмет баршаңызға, сіздермен бірге болған Сұлқұмар.